Баяғыда бір ана екі қызымен өмір сүріпті. Оның үлкені мейірімді Зумрад, кішісі ерке қымбат екен. Анасы әрдайым қыздарына айтып отыратын: мейірімді болыңдар, қыздарым, бір-біріне көмектесіңдер. Бір күні аналары қайтыс болыпты. Зумрад қатты қайғырды, ал қымбат оған құрметсіз бола бастады. Күндердің бірінде қымбат айқайлап айтты: бар, жоғал. Маған сенің керегің жоқ. Сонда Зумрад жүрегі ауырса да үйден шығып кетіпті. Ол орманға кірді. Қорықса да мейірімді жүрегі оған күш берді. Орман ішінде ол бір кәрі кемпірге жолықты. Зумрад еш ойланбастан оған көмектесті. Кемпір ризашылығын білдіріп, оған асыл тастарға толы сандық сыйлады. Зумрад қуанып алғысын айтты. Бұл хабарды естіген қымбат қызғанышқа булығып, орманға өзі де барды. Бірақ ол кемпірге дөрекі мінез көрсетті. Сол сәтте жыландар пайда болып, оны қуа жөнелді. Қымбат қорқып артына қарамай қашып кетті. Ал Зумрад мейірімі мен сабыры арқасында бақытқа жетті. Мейірімді адам әрқашан жеңіске жетеді.